Торғай даласында қынаша қырылған киіктердің саны бүгінде 90 мыңға жуықтады. Көз көргендердің айтуынша соңғы 20-25 жылда киіктің бұлай жаппай қырылуы тіркелмеген екен. Олылар бесігін тербеткен, торғайдың даласы кеңнеткен, қолыммен емес-ау көзіммен, отырмын киігін жерлетмен, қасірет, қорқыныш, апат бұл, қу тілді қандай күш матап тұр, бір сырын білетін биліктің бар ойы мансап пен атақ құр, аузын ашпайды бұл жайлы, үнсіздік себебі ыңғайлы, ал енді киіктің көз жасы ажалдың желімен құрғайды. Қайда сол киіктер мыңғырған, ауру ма, адам ба, кім қырған, кім жауап береді бұл шаққа, көзіме ыстық жас тұндырған. Жанашыр жан қайда отанға, отан ба, бұл әлде отар ма? Киіктің көз жасын көрмейтін көкелер көздері тоқалда. Даламның бұйырмас бағына, түкірдің күші жоқ заңына. Дәл ондай әлемде ел жоғау, қараусыз аңы да, жаны да. Кім бұлай жасытқан жігерін, арманым ортақ қой, тілегім. Торғай деп тұрады қашанда торғайдай шырылдап жүрегім. Берекет желінін сауған ел, Асандай бабамыз барған бел, сүйіктім қарт торғай аман бол, киіктің көз жасы тамған жер.